Сәлем, бүгін сіздермен керемет анар білезігі салатын әзірлейтін боламыз. Алдымен лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға стаканымызды ортасына жайғастырамыз. Суға қайнатылған үшкіштен өткізілген картопымызды салып шығамыз. Күрекшемен формасын келтіреміз. Майонезімізді құямыз. Суға қайнатылған тауықтың төс етін майдалау етіп турап, үстіне саламыз. Майонезді үстіп әр қабаттың арасына құямыз. Суға қайнатылып, үшкіштен өткізілген сабымызды саламыз. Күрекшемен формасын келтіреміз. Әр қабатта күрекшемен үстіне басқызып шықсаңыз, стаканда алған кезде біздің салатымыз формасын жақсы ұстайды. Майонез құямыз. Суға қайнатылған үшкіштен өткізілген жұмыртқамызды саламыз. Майонез құямыз. Майдалау етіп туралған жаңғағымызды сеуіп шығамыз. Суға қайнатылып, үшкіштен өткізілген қызылшаны жаңғақтың үстіне саламыз. Күрекшемен формасын келтіреміз. Үстіңгі қабатына майонез себеміз. Ең үстіне анарымызды саламыз. Анарымыз қаншалықты көп болып, арасы тығыз болса, салатымыз соншалықты әдемі болып шығады. Дайын. Енді стаканымызды бірінші бұрап, кейін төбеге қарай көтереміз. Міне, керемет, нағыз жаңа жылдық дәмі, сәні, күшті болып шығатын салат. Міндетті түрде дайындауларыңызға кеңес беремін. Каналға тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.